міне бір жана менің артымнан еріп келген қиынбыз деп міне қараңыздар кім екен қаскелең бізге міне кетіп бара жатыр. Түсіріп алыңдар шаманы. Міне мен септе тұрмын. Ананы ұстаңдар, ане тігіліп тұр төмен қарай міне. Крючканың қасында міне қиынбыз деп. Так, мен Еркін Казиевпін. Еркін Казиевпін. Жолға дегенде мен қашып шықтым міне. YouTube каналынан көріңіздер, Facebook'tan көріңіздер. Ана маңғымды қараңдар, мен артынан еріп келді. Тұрғынбай, сенің қасқырларың әзіз, мына шақалдарың бар ғой, жоқ жұмыс істей алмайды екен. Қоныңыздар. Басқа темаға көшемін. Мен қазір кептемін. Мені қазір бағат, менің бір таныс бір мықты адамым қазір органда істейді. Саған сен статья ашам деп отыр. Мен қазір байлауымын. Сондықтан қазақ халқы мен саяси мен не үшін келіп отырмын? Өйткені саяси тұтқындардың ретінде мен де саналамын. Міне 18 сентябрь күні мен сотталдым мен. Не үшін сотталдым? Аузымды ашқансыз сотталдым. Кешіресіздер, мен егерде бір қисық сөз сөйлеп жатсам, мынандай трибунаның алдына мен еш уақытта шығып көрген жоқпын. Сондықтан мына қазақ халқы осы келгендеріне рахмет. Мен жаңа қазір атқа шығып келдім жаңа. Бүкіл халықты жібермей отыр. Біз қырғыз дейміз. Біз қырғыздар түсініп алсын, бізді қалай преследовать етіп жатқанын түсініңіздер. Мына қазір мыңдаған біз тоқтаңыз. Мыңдаған қазір саяси тұтқындар отыр. Біз адам отаны Атабектен басқа біз жүздеген содан бастап жүзге шейін ғана білеміз.